Жақсы. Құрметті әріптестер, келгеніңізге рахмет. Біріншіден осы ресей полигондары бойынша біз андай жазғы күні айтқандай жұмысымызды жалғастырамыз. Осы қазір 6 қыркүйек жұма күні Астанада үлкен конференцияны өткізетін боламыз. Халықаралық конференция. Амандық болса елшілер келеді, амандық болса халықаралық ұйымдар қатысады. Аймақтардан келген адамдарда баяндамаларымыз жасайды. Оралдан кісілер болады, Абырой қозғалысының төрағасы Абзал Құспанов, Атыраудан болады кісілер, Нұржан Үркешбаев деген мүгедек, Ақтаудан Жаныбек Қожық баяндама дайындайды, Жаныбек Қожық, Қызылордадан Серік Денисбаев, қоғамдық белсендісі, Қарағандыдан Марғұлан Хамиев деген ағамыз профессор. Біз өзіміз әрине Астананың да белсендері. Біздің ойымша ол конференция терең мәлімет, терең ақпарат осы конференцияда айтылады. Өздеріңіз білесіздер, біздің наразылығымызға қарамай Ресей 17 қыркүйек тағы да зымыран ұшырайын деп жатыр. Протонды гептионмен бәрімізге мәлім, ол өте зиянды. Халқымыздың денсаулыққа өте жаман әсер етеді. Біз оған қарсымыз. 15 қыркүйекте Байқоңыр қасында, Төретамның ауылының қасында бір демонстрация болайын деп жатыр. Мүмкініміз болса, біз де оған қатысайын деп жатырмыз. Сол кіріспе сөздер осы достарым жалғастырады.